Құрметті балалар, бүгін өте маңызды кезеңнің алдында тұрмыз. Барлығымыз ұбт-ға дайындық кезеңіндеміз. ұбт жай ғана емтихан емес, бұл сендердің еңбектеріңнің, табандылықтарыңның және армандарыңның, сенімдеріңнің көрінісі ғой, балалар, солай ма? Енді бүгін сіздерменен мен бір командалы жинақталып отырып, осы алдымызда келе жатырған ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде қиындықтан қалай шығуға болады, стрессті қалай жеңуге болады, яғни ұбт-ға дайындықты тағы да қалай жалғастыруға болатыны жөнінде бүгін сіздермен тренинг сабақ өткіземін. Мен тренинг тақырыбы өзіңе сен ұлттық бірыңғай тестілеуге жеңіспен жетесің. Солай ма балалар? Әуелі біз өзімізге сенгенде ғана біз осы тестте алғашқы жақсы ұпайларды жинаймыз. Енді бізде тренингтің мақсаты ұбт тек білім сынағы емес, сонымен қатар психологиялық тұрақтылыққа қажет ететін кезең. Келесі өткізбек. Енді бізде ұбт-ның ережесі болады, балалар. Солай ма? Тренингтің ережесі болады, кешірерсіздер. Тренингтің ережесі болады. Тренингтің ережесін бір қайталап өтіп алайық. Белсенді қатысуға тырысамыз. Жарайды ма? Әркім өз ойын еркін және шынайы айтады. Бір-бірінің пікірін бөлмей, мұқият тыңдаймыз бір-бірімізді. Әр пікір құнды, дұрыс немесе бұрыс жауап жоқ. Тренингтің кезінде солай да әркімнің өзінің айтқан пікірі өзіне құнды. Уақытты сақтаймыз, яғни біз уақытқа бағынамыз. Жаттығудан алған ойды өз дамуына қолдануға тырысамыз. Яғни бүгінгі біздің тренингіміздің ережесі осылай. Жақсы, ары қарай кеттік. Бірінші тренинг, балалар. Амандасып жаттығуын жасайық. Бірінші бәріміз дөңгелек болып шеңбер құрайық. Шеңбер құрамыз. Бір-бірімізге ұлттық бірыңғай тестілеуге амандасу арқылы бір жақсы тілек тілейік. Сенің бүгінгі күніңе сәттілік. Ары қарай. Оңға қарай. Бал айтып балалар бұл жерде, ұбт-да жақсы бал. Келесі. ұбт-да жақсы бал, қалаған мамандамайсыз. Керемет. Грамота бал. Жақсы бал. 40 бал еңгер атыр. Жақсы аяқ. Бүгінгі өте жақсы. Бүгінгі бал алай. Сабақ тұрсы. 4 жыл грант жақсы оқы. Керемет. Мотивация жетпесін. Сәттілік сен оңай бәрі. Ұбт-ға жылға қайталу, оған университет. Жылдар қалады. ұбт-дан қалған. Өте керемет. Барлығымыз айтып шықтық, бір-бірімізбенен амандасып алдық, сәттілігіміз тіледік. Келесі енді мынандай жаттығу. Қасындағы оң жағындағы адамға сен кереметсің, сол жағындағы адамға сен мықтысың, бірақ мен бәрінен де мықтымын. Түсіндік па? Мен айтып жатырмын. Сен кереметсің, сен мықтысың, бірақ мен бәрінен де мықтымын. Өздеріңізді күшті көтеріп жатсыздар ма, айтып жатса? Давай, бастаймыз. Сен кереметсің, мықтысың, бірақ мен бәрінен де. Мен бәрінен де мықтымын дегенді балалар қандай дауыспен айту керек? Көтеріңкі дауыспен айту керек. Сонда ғана бізде сенімділік болады. Келесі. Сен кереметсің, сен мықтысың, бірақ мен бәрінен де мықтымын. Керемет. Сен кереметсің, сен мықтысың, бірақ мен бәрінен де мықтымын. Сен кереметсің, сен мықтысың, бірақ мен бәрінен де мықтымын. Сен кереметсің, сен мықтысың, мен бәрінен де мықтымын. Сен кереметсің, мықтысың, мен бәрінен де мықтымын. Сен кереметсің, сен мықтысың, мен бәрінен де керемет. Сен күштісің, бірақ мен бәрінен де мықтымын. Сен кереметсің, сен мықтысың, бірақ мен бәрінен де мықтымын. Мақсыз балалар, жарайсыздар, бәрінен де мен мықтымын. Қандай көңіл күй болды сіздерде? Қандай сезіну болды? Бәрінен де мен мықтымын деген кезде. Сенімділік пайда болды, солай ма? Бәрін кереметсіңдер, бірақ мен бәрінен де мықтымын деп бойымызда кішкене сенімділік пайда болды. Жақсы, рахмет. Онда келесі жаттығуға көшейік. Енді балаларына жерде келесі жаттығу, ұбт-ға кеңес жаттығуы. Бұнда екі-екіден жұптасамыз. Тыңдап алайық, әуелі ережені тыңдап алайық.
Екі-екіден жұптасамыз. Екі-екіден жұптасқанда келіп тұрғаныңызда екеуі қолыңызды бір-біріңізге бүйтіп айқастырасыз. Иә, қолтықтасасыз. Сіздер екі-екіден қолтықтасыңыздар. Екі сіздерге таратып беремін. Сөйте қойыңызшы, екі-екіден қолтықтасып бүйтіп тұрыңдар. Бірге тұрыңыздар. Екі-екіден қолтықтасып тұрамыз. Келесі жаттығуымыз психологиялық кеңес. Қазір сіздер бұл жұптық ойын, сіздер жұптасып тұрсыздар. Қазір мына қобдиштаның ішінде сіздерге психологиялық ұбт-ға барған кездегі кеңестер тұр. Осыны екеуіңіз бір-біріңізге көмектесе отырып, осы қағазды ашамыз. Яғни мен бұл қағаздың ішіне сіздерге кеңес жазып қойдым. Осыны оқимыз, ашамыз да. Бірінші алыңыз, енді екеуіңіздің қолыңыз бұл жерде бірігіп тұр, екеуіңіз бірігіп бір қағазды алыңыз да, ашып оқимыз. Тез. Аха. Қаламыз мұқият тыңдай. Тез. Жеті, алып таста. Егер бірден дұрыс жауап іздемесең, тапсырмаларды тезірек шешуге болады. Бірақ анық сәйкес келмейтіндерді дәйекті түрде алып таста. Бұл әдіс тек бір немесе екі нұсқаға назар аударуға мүмкіндік береді. Яғни бізде психологиялық кеңес, тыңдадыңыздар ма? Егер дұрыс жауап іздемесең, тапсырмаларды тезірек шешуге бірақ болады дейді. Ал келесі? Жұптық жұмыс қиын бекен балалар? Екі қол бірдей өзің қызмет жасағанда не қылшаш? Екі қолдан шеш, бір жағын қар шешмей ағынан. Кел, енді оқимыз. Қайсымыз оқимыз? Даусымыз қиыз. Мұқият бол, дайындап, алып келген барлық шпаргалканы жинап қой, олар тек алаңдатады. Емтиханды ұйымдастырушылар келесі жылдың 1 наурызына дейін сақталатын бейнежазбаны жүргізеді. Аудиториядан шпаргалкамен шығарылатын болсаң, бейнежазба дәлел болады. Яғни сіздерді шпаргалканы ұстауға не дейді? Болмайды дейді. Келесі. Екеуіңіз қолыңызды қос. Арғы қос. Арғы қолыңды қос. Жоқ, бұлай емес. Бұлай ма? Иә. Жеңіл тапсырмадан баста, өзің білетін және күмәнданбайтын сұрақтарға жауап жазудан баста. Сонда көңіл-күй жайланып, ми анық және нақты жұмыс істей бастайды, және жұмыс орталығына кіресің. Жеке тапсырмадан баста және жұмысты қалай орында деді? Қалай орында деді? Жақсы. Асықпа уақыт шегі жауаптардың сапасына әсер етпеу керек. Жауаптардың енгізбес бұрын сұрақтарды екі рет оқы және тапсырманы дұрыс түсінуін көрсетіңіз. Асықпа дейді, сұрақтарды екі реттен оқы дейді. Яғни сіздерге ұбт-ға барған кезде не көмектесетінін сіздерге мен беріп жатырмын. Естеріңізге сақтап алыңыздар, оқыған кезде мен жай оқып, оны асығып оқып салудың қажеті жоқ. Өткізіп жібер, есінде болсын. Мәтінде әрқашан сен міндетті түрде жауап бере алатын сұрақтар болады. Қиын және түсініксіз тапсырмаларға кейінірек оралуға болады. Мәтінде қалай болғанда да мектеп программасынан келеді басқа жақтан мәтін алмайды. Сондықтан түсініп оқу керек және миға ақпарат беріп үлгеру керек. Тапсырманың соңына дейін оқы. Асығыс бірінші сөз бойынша тапсырманың шарттарын түсінуге тырысқаның және өз қиялыңда аяқталуға әкелмеуі керек. Бұл қарапайым мәселелерде қателіктер жіберудің сенімді әдісі. Тапсырманы толық оқып алу керек. Сөйлемнің басы басталғаннан кейін не дейді? Жауапты белгілеуге асықпауыңыз керек дейді. Тексер және тағы да тексер. Ең болмағанда көзбен жүгіртіп өтуге және айқын қателіктерді байқауға уақыт бөлу үшін жұмысыңды тексеруге уақыт қалдыр. Яғни ұбт орындап отырған кезде жұмысыңды тексеруге уақыт қалдыр дейді. Бір рет қайтадан қайталап шығуға болады. Қосымша тақырып пайдаланып, ол тапсырмаларды жеңіл орындауға және дұрыс жауап табуға көмектеседі. Есінде болсын, емтихан аяқталғанға дейін 30 минут бұрын жауаптарды бланкке қайта жазуға уақыт керек. Яғни ұзынша парақты пайдала,
әр тесттеріңіздің жауабын белгілеп қой дейді, және бір рет қайтадан қарап өтуге тырыс дейді. Қандай кеңес алдық балалар? Кішкене бөлісейік. Кімде қандай сұрақтар кездесті? Не істеу керек екен ұлдыға барған кезде? Шпаргалды қолданбаймыз. Сұрақты 2 рет қайталап оқуымыз керек. Асықпауымыз керек. Сосын барлық бұл жердегі келетін сұрақтар біз оқыған сұрақтар. Яғни біз миымызға дұрыс ақпарат беріп өтуіміз керек. Яғни сұрауымыз керек миымыздан да, солай ғой, иә? Тағы сосын ең соңғы жауапты түгелдей жазып ал, және бір рет қайталап шығуға, сені тексеріп шығуға мүмкіндігің бар. Сосын тағы бір нәрсе бар, уақытты дұрыс, тиімді пайдалану. ұбт-да біз көбінесе неден жатамыз? Асығыстық болып, шаршап кетіп ана жерде уақытты тиімді пайдаланбай жатамыз. Сондықтан уақытты тиімді пайдалан. Біраз кеңестер алдыңыздар, жақсы, онда біз келесі жаттығуымызға өтейік. Бұл жерде мен шынымды айтсам деген жаттығу, шынымды айтсам жаттығуына сіздер шынайы болуға тырысыңыздар. Шынайы болу керек, бұл жерде қолдарыңызда қалың сапар ма бәріңіздің? Ручка. Қалың сапты аламыз. Қазір мен сіздерге мына жерге ережесін айтайын. Сіздерге мына жерде барлығыңыз дөңгеленіп тұрасыздар. Бір-біріңізге арқаларыңызбен қолдарыңызды ұстайсыздар, жаңағы Тез қарап арқаларын беріп үріңе қолықтасыңыздаршы. Олай емес, ей, қосы берші. Олай тұршы, қолықтасшы. Қосы сен тұршы. Осылай сен тұрыңыздар, сен. Олай емес, сен бар күнді қолықтасың. Не ақтап кімді? Кімді қолықтасың? Қолдарын домаланасыңдар, сен тұрыңыздаршы бір-біріңізден. Енді мен сіздерге мына жерде сіздерге арнайы қағазда мен шынымды айтсам дейді. ұбт-дағы қазір сіздердің қаншалықты деңгейде дайындалып жатқаныңыз жөнінде сөйлем аяқталмаған сөйлем тұр. Сол аяқталмаған сөйлемді келіп аяқтаймыз. Ручкамен жазамыз, бүйтіп айнала береміз, барлығымызды жазып шығамыз. Бір-бірімізге көмектесеміз, яғни. Түсіндік қой, ойынның ережесін? Ендеше кеттік. Бастаймыз. 1, 2, 3. Мына жерде мен шынымды айтсам, мен шынымды айтсам, сөйлем тұр, қайсы ұнайды саған, қайсы сөйлем ұнап тұр, соны қазір ойынға аяқтап кет. Мен шынымды айтсам, кейде бәрін үлгермей сөйлемді аяқтап. Үлгермей қалам. Келесі айнала беріңіздер. Келесі, аға сен. Келесі сөз. Ана ұстап тұру керек, сеппен көмектесу керек еді негізінде. Келесі. Қолдарын жібермей, мынағыған кезде көмектесеміз, бірақ жібермейміз қолымызды. Келесі. Сен оны жазатын кезде үйтіп болса көмекті қасында келесіз. Сіз еңкейіңіз, көмектесіңіз. Сіз еңкейіп, көмекке жаққалтан қолын салу болмайды. Мен шынымды айтсам, дайындалсам да, дайындығың қандай сияқты? Аз сияқты. Шынайы жауап беріп отыр. Керемет балалар. Келесі.
Мен шынымды айтсам, кейде дейді. Әр күнім қандай болып жатыр? Дайындық па, дайындық емес па? Келесі. Келесі. Мен шынымды айтсам, жақсы нәтиже. Көмек қайықта қолға қатысындағылар. Біз бір-бірімізге көмектесеміз дедік, несі қиын болды? Бір-бірімізге көмектесеміз, қолымызбенен еңкейіп тұрып әдемі көмектесеміз. Бұл жақсы. Орындарыңызға бәріміз тұра қояйық. Мен қазір сіздерге өздеріңіздің жазуларыңыздан оқып берейін. Жақсы балалар. Мен шынымды айтсам, мен сіздерді шындықты айтып сенемін да. Мен шынымды айтсам, нәтижем көңілімнен шықпайды кейде дейді. Мен шынымды айтсам, кейде дұрыс дайындала алмаймын дейді. Мен шынымды айтсам, қобалжығымда бәрін ұмытып қаламын дейді. Яғни мен сіздерге енді қобалжың туралы көмектесетін боламын. Мен шынымды айтсам, жақсы нәтиже көрсетемін дейді. Керемет, Мен шынымды айтсам, қолымнан барлығы келеді дейді. Қандай кереметсіңдер? Мен шынымды айтсам, уақыт зымырап өтіп барып жатыр, дайындыққа уақыт аз қалды дейді. Мен шынымды айтсам, дайындалсам да дайындығым аз сияқты көрінеді. Мен шынымды айтсам, күндер жақындап қалды. Мен шынымды айтсам, кейде бәріне үлгермей қалатын сияқтымын. Мен шынымды айтсам, кейде уайымдап жүрмін дейді. Мен шынымды айтсам, кейде өзіме сенбеймін, кейде шынымды айтсам, әр күнім дайындық. Мен шынымды айтсам, көңіл күйім жақсы. Мен шынымды айтсам, кейде ерініп қаламын дейді. Жақсы оқушылар, бұл сіздердің шынайы бүгінгі ұлттық бірыңғай тестілеуде деген өздеріңіздің шынайы пікірлеріңіз. Енді болашақта мен сіздердің осы айтқан шындықтарым туралы сіздерге қобалжуға, еріншектікті жеңуге туралы тренингтер өткізетін боламын сіздерге. Рахмет. Келесі жаттығуымызға өтейік. Енді бізде әрқайсымыз бір-бірден стрессті шығару, сіздер жаңа айтып жатсыздар, одан қобалжып жүрміз, стресс болып жатыр деп жатсыздар, бір-бірден шығара аламыз. Әрқайсымыз өзімізді қалағанымызды алуға болады. Бұл шарды не істейміз? Біз стрессті шығару үшін шардың ішіне әрбір түргенде өзіміздің бойымыздағы нашар қасиеттерді, құбылыға келтіріп тұрған кедергілерді үреміз. Жақсы, ал бастаймыз. Шарды алайық қолымызға. Әрқайсымыз айтып береміз. Бірінші, не кедергі болып жатыр? Түгел үреміз, не кедергі болып жатыр? Еріншектік па? Айтыңыздар, еріншектік кедергі үріміз. Не кедергі? Ұйқы. Үріміз. Айтыңыздар, ұйқы. Сосын жағы не кедергі болып жатыр? Телефон. Кедергі болып жатыр ма? Айтыңыздар, Қандай кедергі? Әлеуметтік желілер кедергі нас. Қандай кедергілеріңіз бар? Уақыт
жеткіземіз сіздерге, иә? Солай ма? Қандай кедергілеріміз бар? Енді байлаймыз. Яғни біз көз алдымызға қалай елестетеміз? Біздің барлық кедергілеріміз байлап болдық па? Кедергілеріміз айтып болдық па? Онда шарт ұстаймыз. Сіздердің барлық кедергілерімізді осының ішіне, яғни шарды жарамыз, сол арқылы барлық кедергіні жібереміз. Нұрсұлтанның кедергісі көбеймей шарды. Алда берген шарды жарамыз. Давайте бір-бірімізді ол мен сенімдімін визуализациясы, яғни мен сіздерге қазір визуализация жасау туралы арнайы хабарламалар беріп, соны сіздер орындайсыздар. Ол үшін орындыққа әдемі отырамыз, ыңғайланып отырамыз, көзімізді жұмамыз, ыңғайланып отырып алайық бәріміз. Ыңғайланып отырайық. Ыңғайланып отырып, еңсеңізді тік қазір, арқаңды тік, иығыңды бос, көзіңді жұмып жайлап. Отырайық, мен айтқан самалымды орындаңыздаршы. Қолдарын екі тізенің үстіне қойыңдар. Терең тыныс алып, баяу шығарамыз. Тағы терең тыныс аламыз. Баяу шығарамыз. Адамның денесі жайлап босанып келеді. Енді өзіңді ұлғыды күні таңертең елестет. Сен тыныш оян. Ішінде сенімділік бар. Бүгін сен дайын болған күн. Сен тест тапсыратын орынға келдің. Айнала тыныш. Сенің жүрегің бір қанатты соғып тұр. Қолыңа қалың. Өзіңді сағатына сезінесің. Сұрақтарды ашып, әр сұрақ саған таныс. Миың анық, ойың таза. Жауаптар біртіндеп есіңе түсіп жатыр. Сен асықпайсың, сен қобалжымайсың. Сен өз біліміңе сенесің. Егер бір сұрақ қиын болса, сен терең тыныс ал. Және сабырмен ары қарай жалғастырасың. Уақыт саған жеткілікті. Сен бар күшіңді көрсетіп. Енді өзіңді тест аяқталған сәтте елестет. Ішіңде жет. Сен риза болып тұрсың. Сенің қолыңнан келген бәрін жасадың. Сен ішіңде дайын. Мен дайынмын. Мен сабырлымын. Мен өзіме сенемін. Мен жақсы нәтиже көрсетемін. Терең тыныс ал. Жайлап тынысыңды жібер. Көздеріңізді ашыңыздар. Яғни алда келе жатқан resultatқа дайынбыз. Солай ма? Бұзауларыңызға жақсы елестете алдыңыздар ма? Осы визуализацияны үйге жасап тұру керек. Көз алдыңа елестетті, ең жоғарғы балл, өзің қалаған балды алып жатқан кезеңдерді көз алдарыңызға елестетіңіздер. Сонда сіздерге өте жақсы сенімділік пайда болады. Өздеріңізді ойлаған ойларыңыз сол кезде орындалады. Жақсы, рахмет сіздерге. Енді келесі біздің жаттығуымыз сіздермен мен мынау жастың дәрісінің ішінде сіздерде менің бүгінгі сабаққа қатысқандарыңыз үшін және алдағы уақытта тестілеуге жоғарғы баллдарды жинауға деген тілектерім бар. Осы тілектерді әрқайсыңыз мынаның әрқайсысын бір-бірден алу арқылы әрі суырып аласыз, сосын өзіңіздің балыңызды оқып кетесіздер. Келіңіздер. Кім бастайды? Мен қазір сіздерге қандай балл түсетінін білмеймін.
үшін батылдық 139 балл. Бәрі соған келетін. Сенің миың бәрін біледі, тек сенімді бол. 135 балл. Алдына отырма? Алдына отырма? Сіздерге сәттілік тілеймін бұдан осы балды жинауға. Өзіңе сен бәрін жасай аласың. 137. 137. Ben осы балдар сіздерге бұйырсын балалар. Ақылы деген. Саған сәттілік 137 балл. Еңбегіңнің жемісін 427 балл. Жоғары балл саған бұйырсын 135 балл. Енді осы балалардың деңгейінен шығайық, ұлттық бірыңғай тестілеуде дайындықты күшейтеміз, солай ма? Сен дайынсың, сен өнер қадам. Бүгіннен бастап жүйелі дайындаламын. Жүйелі дайындаламыз. Яғни не дейді? Саған ескерту жасап отыр ма? Керек. Сондаймын. Сен шығармашылық қайдан ғой, иә? Шығармашылық. Негізі тұрған сияқты болып тұр, иә? Соны сен бәрін көрген. Қорқытпа, сен дайындаласың, 28. Қорқытпа, сен дайындаласың, 128 балл. Мен өзіме сенемін, 139 балл. Мен өзім 139 балл. Сабыр сақта сенімді бол, жеңсең кім жүрістік бол. 139 Мен осы бала алға уақытынан өтпесін. мен 140 балл. Күнде 2 тест сұрағын орындаймын 120 балл. Күніге 20 тест сұрағымен дайын боламын дейді, яғни 120 балл деп қойыпты. Яғни сізге күніге 20 тесттен орындап тұру керек. Жақсы балалар, біздер бүгін тренингке жақсы қатыстыңыздар, сіздерге рахмет. Енді сіздер өздеріңіз бір ауыз сөзбенен бүгінгі тренингімді менің бағалап кетсеңіздер. Жоқ, бір ауыз сөзбенен. Иә? Ойыңызды. Ұнады, ұнамады. Өте күшті адамға сенімділік береді. Өте күшті сенімділік береді дейді, рахмет. Тағы? Ойымыз сергіп, жақсы әсер алдық. Ойымыз сергіп, жақсы әсер алдық. Альбина? Ұлықта деген мотивация қайтадан оянды. Керемет, мотивация оянды дейді. Көке? Ойында сенімділік пайда. Сенімділік пайда болды. Айна? Өте жақсы болды. Ұнап жатыр сізге? Көңілді болды. Эльмира? Өте керемет. Аха. Өте керемет. Өте керемет. Өте жақсы, керемет көңіл сыйлаңыз. Өте жақсы. Рахмет сізге де. Сосын Наз кім? Жақсы әсер алдық. Жақсы әсер алдыңыздар, иә? Солай ма? Болашақта да біз әлі алда бірнеше осылай сабақтарға кездесеміз. Бүгінгі тренингке қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.